Садриддин үйден айғақ құжаттарды алып шығып бара жатқанда ұсталып қалады. Бұл айғақтар әділ топалмен бірге жұмыс істеген баскесерлерге тиіседі. Ол Бахриде болатын. Бахри баласына мыналарды не үшін алып бара жатырсың дейді. Пойраз айтады, бұларды Ихсанға апара жатыр еді, мен тоқтаттым дейді. Ихсан Садриддинді қорқытты, өйткені Ихсан Садриддинге байланысты бір шындықты біледі. Сіз оны білуіңіз керек дейді. Хасан сіздің немереңіз емес, ол Садриддиннің ұлы емес дейді. Қалайша Хасан менің немерем емес, қалай түсіндіріңдер дейді. Садриддин шындықты айтып береді. Хасан немереңіз емес, оны Сонгүл дәрігердің көмегімен эко арқылы жасатыпты дейді. Балам ғой деп осы уақытқа дейін қаншама қателігіңді кешірдім. Бұл енді патолог деп Бахри Садриддинге ұрса бастайды. Я, мен қолымнан дым келмейтін ұлмын. Осы уақытқа дейін не жасасам да еш нәрсе қолымнан келген жоқ дейді. Саған жақсы ұл да бола алмадым, бірақ сен өкінбе. Жаныңда Пойраз бар. Саған ол адал ұл болады. Міне қара деп Пойразға көрсетеді. Одан қалса өзіңнің де тағы бір ұл жасап алатын қауқарың бар деп Диспана ханымға қарайды. Бахри жынданып кетеді. Баласының жағасынан алып, менің сендей ұлым жоқ, үйден кет деп оны қуып жібереді. Сонгүл де киімдерін жинастырып, баласын алып үйден қашып бара жатқан еді. Бахри жолда тоқтатады. Хасан бұл үйге немерем ретінде келген екен, енді ол осында қалады, оны өзіміз қараймыз, ал сен кет деп Сонгүлді қуып баласын алып қалады. Садриддин мен Сонгүлді үйден қуып жібереді. Садриддин, мен ақымақ екенмін, сені баяғыда қуып жіберуім керек еді, сол кезде осындай жағдайлар болмас еді дейді. Сенен қазір-ақ құтылуым керек, мені не ұстап тұр дейді. Сөйтіп мәшинесін тоқтатып, Сонгүлді айдалата жолдың ортасында тастап кетеді. Барар жері болмаған соң Сонгүл әкесіне хабарласады. Бізді тыңдамай Садриддинге күйге шықтың, енді сен біз үшін жоқсың, үйге келме дейді. Жалтырбас Умран ханымға Сонгүлмен араласпаңыз дейді. Сонгүл Умранға бір-екі күн үйінде тұрайыншы деп өтініш жасайды. Умран айтады, өзім полиция бөлімшесінде жүрмін, күйеуім қайтыс болып, соның жұмыстарымен занятпын. Короче, басымды қатырмашы дейді. Барар жері басар тауы қалмаған Сонгүл келіп қонақ үйге жайғасады. Қонақ үйде бір-екі күн тұрады. Төлейтін ақшасы жоқ болғандықтан ол жерден қашып кетеді. Диспинаға келеді, жылап сықтайды, барар жер жоқ екенін айтады. Бір-екі күн тұра тұрайыншы дейді. Ешкімге айтпаймын, қорықпаңыз дейді. Бахри мырзалар біліп қойса, мені де оңдырмайды. Бір-екі күн тұрасың да кетесің деп Сонгүл рұқсат береді. Садриддин Белгиннің үйіне келеді. Әкесі екеуі ұрсып қалғанын, әкесі үйден қуып жібергенін айтады. Белгинге де керегі осы еді. Осы үйде қанша тұрам десең де өзің біл, үйім саған әрдайым ашық дейді. Сенан әкесіне үйге Садриддиннің келгенін айтады. Пойраз Айшегүл екеуі Белгиннің үйіне келіп, Садриддин бұнда не істеп жүр деп сұрайды. Садриддин менің қонағым, ал бұл менің үйім, кімді шақырамын өзім білемін дейді Белгин. Пойраз екеуірлеріңнің орталарыңда не бар, ұялмайсыңдар ма деп Белгин екеуі ұрса бастаған кезде Сенан, тоқтаңдаршы, өтінемін, ұрыспаңдаршы деп екеуін тоқтатады. Пойраз Сенанды үйіне алып кетеді. Садриддин де кетпекші болады, ұят болған екен дейді, бірақ Белгин оны ешқайда жібермейді. Садриддин мен Белгин екеуі енді сүйсе бастаған кезде Садриддинге біреу хабарласады. Әділ топалдың адамдарының бірі болады. Нешеттің айтуы бойынша олар Садриддинге тұзақ құрмақшы. Садриддин кездесуге келеді, анау болса оған өтірік айта бастайды. Әділ топал өлген соң біз басшысыз қалдық, бізге бір басшы керек, сен соған лайықтысың дейді. Атағы жер жарған Бахри Уманның баласысың, сыйлысың дейді, бізге бастық бол дейді. Садриддин келіспейді, сендер мені ақымақ көресіңдер ма, мен әкеме қарсы шықпаймын деп кетіп қалады. Нешетке хабарласады, Садриддин кетті, менің айтқандарыма сенген жоқ, әкеме қарсы шықпаймын деп айтты дейді. Нешет болса сәл күте тұр, бұл бастамасы ғана, ол ойлансын, бәрібір бізге қайтып келеді дейді. Бахри Диспинаны кездесуге шақырады. Садриддиннің сөздеріне ренжімеңіз деп ол үшін кешірім сұрайды. Диспинаға, менің сезімімнің бар екенін білесіз, менің өмірлік жарым болыңыз дейді. Белгин ойын іске асырады, ол тағы да Садриддинмен төсектес болды. Садриддин түрмеге Ипекке келеді. Неге Селчукты мен өлтірдім деп мойындадың, енді түрмеде ұзақ отырасың, оны білесің ба дейді. Сенің алдыңдағы күнәмді осылай жуып шаймақшымын, мені кешірші деп Ипек Садриддиннен кешірім сұрайды. Саған көмектесу үшін адвокаттар жалдадым, не керек болса соларға айта бер дейді. Ипек маған еш нәрсе керек емес, тек мені кешірші деп Садриддиннің қолынан ұстамақшы болған кезде Садриддин үндемей кетіп қалады, яғни әлі Ипекті кешірген жоқ. Сема жақында асырап алған баласымен қоштасып тұр. Енді оны басқа ата-ана тауып соларға беріп жатыр. Сені қатты жақсы көремін, бірақ сенің жаныңда бола алмаймын дейді.
сефердің өлімінен кейін семаның көзіндегі от өшкен сияқты. Ол баласымен қоштасып оны басқа отбасыға аманат етіп тапсырады.